Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бұл видеода 2-ші тоқсан бойынша математика пәнінен тжб жұмысын талдайтын боламыз. 2-ші нұсқасы. Бірінші есепте бөлшектерді салыстырыңыздар дейді. Бөлшектерді салыстыру қасиеттерін қолданамыз. Біріншісінде бөлшектің бөлімдері бірдей болатын болса, онда алымдарын салыстырамыз. Қайсынікі үлкен, сол бөлшек үлкен болады. Келесіде б 8-ден 5, бірді біз 8-ден 8 деп жаза аламыз. Мұнда да бөлімдері бірдей болса, алымдарын салыстырамыз. Яғни 8-ден 5 бірден кіші болып тұр деген сөз. 8-ден 1 және 10-нан 1 екеуін салыстыратын болсақ, бұл жерде ортақ бөлімге келтіру керек болады. Яғни ортақ бөлімі дегеніміз, яғни бұл жерде 8 бен 10-ға 40 болып тұр. Сондықтан толықтауыш көрсеткіштерін табамыз. Мұнда 5, мұнда 4, сонда 40-тан 5, 40-тан 4 болып шығып тұр. Сонда мына бөлшегіміз бізде үлкен болады екен. Яғни 8-ден 1 үлкен. 1 мен 7-ден 8 салыстыратын болсақ, 7-ден 8 дегеніміз ол араластан түрінде жазсақ 1,7-ден 1. Яғни 1,7-ден 1 дегеніміз бізде үлкен болады. 7-ден 8 үлкен 1-ден. Келесі екінші есепте өзара кері сандарды табу керек. Ол үшін біз аралас сандарды міндетті түрде бұрыс бөлшектен алдырамыз. 5-ден 8. Бұл жерден уже көрініп тұр. 5-ден 8-ге кері санымыз 8-ден 5. Осы екі бөлшек өзара бір-біріне кері сандар болады. Ары қарай үшінші есепте өрнектерді ықшамдаңыз дейді. Бірден қысқартуларды орындап тастаймын. Яғни алымдар мен бөлімдерінде көбейткіштерді бірдей сан болса, біз қысқарта аламыз. Сонда мына барлық бөлшек қысқаратта тек қана 20-дан 19 қалады екен. Төртінші есепте теңдеуді шешу керек. Ақшаның ішіндегі өрнекті қалдырамыз. 11,15-тен 7 қосылған x тең болады. Мына 6,15-тен 8-ге қосып жібереміз 8,15-тен 7-ні. Әзірге мынаны қайталап жазып қояйық. Теңдіктің оң жағын екеуін қосатын болсақ, бүтіндерін қосамыз. 6-ға 18-ді қосамыз. 14, ортақ бөлімі 15-тің өзі болады. Мында 1, 1. Яғни 7-ге 8-ді қосамыз, ол 15-тен 15 шығады. Осы аралас сан түрінде қалдырып, 14,15-тен 15-тен енді x-ті табу үшін азайтамыз. Осы 11,15-тен 7-ні. Ортақ бөлім келтіретін болсақ, сол 15-тің өзі болады ортақ бөлімі. Сонда бүтіннен бүтін азайтамыз. 14-тен 11 азайтсақ 3 болады. Бөлімінде 15 ортақ бөлімі қала береді. 15-тен 7-ні азайтсақ, ол 8 шығады. Сонда теңдеудің мәні x-тен болады, 3,15-тен 8-ге болып қалады екен. Келесі есеп. Үшбұрышының периметрін табу керек. Үшбұрышының периметрі, яғни үш қабырғасының қосындысына тең. Периметр дегеніміз, яғни осы үш қабырғасын бір-біріне қосып шығамыз. Бұл жерде енді ортақ бөлімге келтіру керек. 4, 8, 6-ға ортақ бөлімі 24 болады. 24-ті 4-ге бөлсек 6, 24-ті 8-ге бөлсек 3, 24-ті 6-ға бөлсек 4. Толықтауыш көбейткіштерін тауып аламыз. Яғни мына 24-тен 6 болады. Қосылған 1,24-тен 9 болады. Қосылған 2,24-тен 20 болады. Енді бүтіндерін бүтінге 1 мен 2-ні бөлек қосып алайық. Ал бөлшектерін, яғни ортақ бөлім 24, алымдарын қосып шығамыз. 6 қосылған 9, қосылған 20. Сонда 3 бүтін қосамыз. 24-тен 15, соған 20-ны қосамыз 35. 24-тен 35 бұл бізде аралас сан, сондықтан бұрыс бөлшек, сондықтан аралас санға айналдырамыз. Ол дегеніміз 1 бүтін 24-тен 11 болады екен. Мына бүтін мен бүтін қосылады, 3 бүтін мен 1 бүтін. Сонда 4 бүтін 24-тен 11 деген жауап шығады. Келесі 6-шы есеп. Мұнда амалдап есептеу керек. Әрбір жақшаларды бірінші орында аламыз. Мұнда үшінші жақшаны да бірден ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Содан кейін бөлу, сосын ретімен орындаймыз, яғни сосын көбейту орындаймыз. Бірінші амалда 5 азайтылған 3-тен 2-ні біз екінші азайтқыштың бөліміне келтіріп аламыз. 4,3-тен 3 түрінде жазып, сонда бізде 4,3-тен 1 шығады. Екінші амалымыз, екінші жақша, ол ортақ бөлімге келтіру керек болады. Ортақ бөлімі сол 12-ның өзі болады. Мұнда 3, мұнда 1 деп жазып қоямыз. Сонда 8 бүтін 12-ден мұнда 11 азайтылған 3 болады. Тең болады. 8 бүтін 12-ден 8 болады екен. 8 12 қысқарады, 3 мұнда 2. 8 бүтін 3-тен 2 болады. Енді үшінші амалда мына үшінші жақшаны жазамыз. 3 бөлшекті ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі осы 6-ның өзі болады. Толықтауыш көбейткіштерін табамыз. Сонда 6-тан 4 қосылған 2,6-тан 1 қосылған 6-тан 3.
бүтіндер бізде тек қана 2, ортақ бөлімі 6, алымдарын қосып шығамыз 4-ке 1, оған 3 қосамыз 8, бірден қысқартып орындап жіберейік. Мұнда 3, мұнда 4, 2/3-тен 4. Бұл бізде бұрыс бөлшек, сондықтан аралас санға айналдырсақ, ол 3/3-тен 1 болады. Бұл бізде 3-ші амал. Енді 4-ші амалды есептеу үшін біз 1-ші амалды 2-ші амалға бөлу керекпіз. 4/3-тен 1-ді бөлу керекпіз 8/3-тен 2-ге. Яғни аралас сандар бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3 8 24, ойда қосамыз 2-ні 26 кем болады. Сонда бірінші бөлшегіміз өзгеріссіз қалады. Міндетті түрде бөлуді көбейтіп айналдырамыз. Сонда 26-тан 3 болып кетеді. 3 пен 3 қысқарады екен. 26 мен 13 қысқарады. Мұнда 2 болады. Бөлімінде 2, алымында 1 қалады екен. Енді 5-ші амалымыз осы 4-ші амалды, яғни 2-ден 1-ді біз көбейтеміз 3-ші амалға 3/3-тен 1-ге. Екінші көбейткішіміз ол бізде аралас сан, сонда міндетті түрде оны бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 3-тен 10 болады екен. 2 мен 10-ды қысқартамыз 5. Сонда бізде 3-тен 5 шығады. Оны аралас сан түрінде жазсақ 1/3-тен 2 шығады екен. Осымен 6 есепте талдау аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.